Венераға таңертеңгісін жаздым. Қалайсың, жақсысың ба? Кеше телефон неге алмай қалдың? Кеше көшіп едім, ұйықтап қалдым деді. Одан кейін телефонына звондым. Звонок бармай телефон. Обратно келеді звонок, маяк сияқты. Обратно жазып қайтып сөніп жатады телефон. Енді баласаға айтсаңшы, бағана сіз маяқтай салайыншы. Негізі айтып жатыр ғой, бағана шынымен бір жай негізі добылдай азаматсың ғой, кәдімгідей ше. Тепсе темір үзетін сындай азаматсың ғой, қазақтың бір туар дегенше. Андай ғой, қараш, сен просто сылтауған айтасың, сонымен шектелесің болды. Мен қатемді жөндеймін, келесіде кездесемін, шынымен болмай қалды Балауса ханым. Осындай болды деп айтпайсың да сен. Жай ғана сылтаудан бітпейді. Андай сөз бар да ше, Балауса ханым, аспанда ала бұлт бар, қара бұлт бар дейді. Қарап тұрсаң, аспанда да алалық бар, кейбір кіші жігітте даналық бар, кейбір үлкен шалдарда шалалық бар дейді. Шынымен де сен әңгімең өте кішкентай бала әңгімесі ше. Жоқ, шынымен қараш біле, өзің жасыңа, өзің түріңе сай емессің сен. Енді Бекзат сен түсін енді. Мен саған айтайын былай. Мен Венерамен суббота күні кездесемін дедім, дұрыс па? Телефон ала алмадым деймін. Ұйықтап қалған. Воскресенье таңертең жаздым. Кейін қарай обедтен хабарластым, сөніп жатыр. Мен не істеймін енді? Я адресін білмеймін. Алсан былайда негізі жақсы, Бекзат әдемі айтып жатыр ғой, бірақ мен түсінбеймін да, бұлар бір-бірімен әдемі стрим ойнайды, бірақ мына жерде келіп екеуі бір-бірімен атысады, ондай керек емес сияқты. Ондайлар бар, бір-бірімен стрим ойнамай қойыңдар. Содан кейін өткенде бір тұра тұршы кім Бекзат, өткенде шыны керек, мына 28 қатысушының алдында, Ринат мен өте қатты ашуланып тұрмын да, 28 қатысушының алдында ана кісі сені әдемілеп ақтап шыққан болатын. Бәрін көзінше, бәрі саған кезде, сен жаман болып жатқан кезде, осы сенің үміткерін мен жоқ, бұл Ринат ондай емес, бұл Ринат жақсы деп алып кеткен болды, а сен бұл кісінің бірде-бір үмітін ақтаған жоқсың. Отырсың мына жерде, то стрим дейсің, то анау дейсің. Сен Ринат туған күнге барып телефон фото еткенше біреуде, оданша сол кісімен бірге сөйлесуің керек еді. Сен бұл кісіге уақыт бөлінген. Мына жерде қанша айтып жатсың сен? Бұның бәрі өтір. Ажин, сен через не хочу бәрін істеп жатсың да, аузынан соны шығып жатыр. Бір ай болды біз бұндай үміткерге зар болып отырмыз. Керісінше. А сен бұл кісіні бағалап отқан жоқсың да? Келгеннен бастап бұл кісінің көңіл күйде жоқ. Жоқ, Жанбек, сен тыңда. Мен айтып тұрмын саған. Мен сол сендерге қарай қосылмастан бұрын мен Венера саған жаздым, дұрыс па звондадым. Сен біреудің үйіндемін. Шығуға ұят болар дедің да? Иә, ұят болар дедің ғой. Мен негізі туған күнге бармай-ақ, осы кісіге барғым келген негізі. Сен де бірінші андай түсініп алыңдаршы. Мен қайта бір кездеспесем, бір қайта көңіл бөлмесем, онда айтыңдар. Жоқ, сен көңіл бөлсең, сен дұрыс көңіл бөлсең, бірмейді. Сен егер дұрыс әдемі көңіл бөлсең, бұл кісі нақсап отырмайтын еді. Сен дәм болсын деп істеп жатсың да, эфир ғой это, эфирда мен қадамасын деген ниетпен ғана отырсың. Осы жерде Венера қош келдіңіз. Бағана біз Ринат мырзамен сөйлесіп қалғанымыз бар осы дайындық кезінде. Айтып жатыр, Венера ханымға мен бір емес, қанша рет хабарластым, телефоны көтермейді деп айтты Ринат. Бұл Венера ханым білмеймін, не үшін келіп, не үшін бұлай отырғаныңызды шашыңыз жайып алып. Мен түсінбедім. Неге? Ринатты үміттендіріп қойдыңыз да, осы жерде адвокаты болам деп айттыңыз да, енді келіп өзіңіз жоғалып кетесіз. Ринат қанша рет хабарласқан, мүлдем телефон көтермеген, сендер шамалы біліп барып айтсаңдаршы, Бека, стрим деп ананы мынаны қозғамай. Бұл жерде үміткері келді, Ринат мырза артынан қалмай звондап хабарласты. Менде де телефон бар ғой, мен көрсете алам. Айжандар, бір-бірімізді тыңдап сөйлейге, Венера ханым, шынымен де көңіл бөлмей жүр ма? Сіз солай айта аласыз ба? Әлде жаңағы ситуациялардың барлығы солай болып қалды ма? Бізге сол мүмкін күдікті болып көрініп тұрған шығар тек. Айжан енді айтып жатыр ғой, қайта-қайта хабарласты деп жатыр. Сіз келісесіз ба сонымен? Жоқ, хабарласты ғой, бірақ түнгі 11-де звондайды, шығайық дейді. Түнгі 11-де, 12-де адам шығам, 1-де. Енді сіз жасың сіз айттыңыз ба, бір ауыз ескертіп, маған келесі ертерек хабарлас деген сияқты? Маған ертерек хабарлас дегендей айтылды ма сіздің тарапыңыздан? Я ертең хабарласамыз деп мен жаздым. Я думала, в воскресенье мы встретимся, хотя бы паркқа барып сөйлесіп, не істеп. Ондай сөйлесу, как шынайы сөйлесу, сондай жеткен жоқ та маған. Кездестік, тамақтандық, сосын сразу үйге қайттық. Салтанат. Я осы жерде Балауса ханым айтып кеткенге отыр. Венера ханым, қош келдіңіз. Негізі ең біздің Ринатпен де таныстығымыз басталғанда барлығы осылай басталған етін. Және бұл кісіге де ортаға сұрақ қойғаным сол үшін бар етін. Ринаттың көңіл бөлетіні тек қана тиктокта отырып саған сообщение жіберетіні деп айтқан болатын. Қазір дәл сол нәрсе келіп отыр. Мен айтқым келіп отыр. Бұл кісі өзі осы жерде отырып айтқан, мен осы жылдың соңына дейін қыз тауып үйленгім келіп жатыр деген сөздер өз аузынан шыққан болатын. Бірақ та үйленгісі келетін еркектің іс-әрекеттері бұндай болмайды.
андай көңіл бөлгісі келетін адам болса обязательно бөледі. Мен саған айтайын, сен өзің айтып отырсың, менде воскресенье бойы жұмыстарым болды, анау мынауларым болды деп жатсың. Бірақ та сен 24 сағат сол воскресенье бойы толығымен жұмыста болмаған шығарсың, хотя бы 1 сағат, 2 сағат болсын бөлуге болады не еді ғой? Мен саған мына жерде не айтып отырмын, Салтанат? Воскресенье таңертеңгісін жаздым, қалайсың деп. Жақсымын, кеше ұйықтап қалғанмын деген әңгіме жүрді. Одан кейін звондадым. Бұл кісінің телефоны сет ұстамай қалған, түсініпсің ба? Венера ханым, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, воскресенье саябаққа болсын болып қыдыратын едік деп. Неге? Я думала, что так будет. Ондай әңгіме болған жоқ, саябаққа қыдырайық деген. Мен түнгі 11-де жазғанда бар айтты. Мен просто андай ұялдым 11-де баруға, Балауса ханым. Балауса ханым, 11-де хабарласып тұрсаңыз қалай болады? Я просто Ринат, сен не үшін, мысалы үшін Балауса ханым осы жерге үміткер келіп, қатысушыны свиданияға апарайын деп ал кетеді. Ринат, осы 4-5 күннің ішінде сен редакцияға келіп айтуың керек болды. Менің осы күндерім уақытым жоқ болайын деп отыр, пожалуйста, күндіз барып кездесіп келейінші хотя бы деп редакцияға айтсан, менің ойымша редакцияға саған қарсы шықпас еді. Мүмкін сен осы жерден сұранып, сол кездесуге баратын едің. Мен кездесуге бардым ғой. Суббота сені қай редактордан сұрайын, не үшін сұрануым керек? Жоқ, не үшін Ринат, жақсы, сіз неге оған ашуланып отырсыз? Нақты айтылып жатыр, көңіл бөлуге уақыт деп сіздің айтып отырғаныңыз сылтау ғой дейді. Уақыт бар ғой дейді. Тіпті эфир уақытында сұрансаңыз, мен күнделікті эфирге, жаңағы кездесуге уақыт таппай жүрмін десеңіз жібереді ғой деп айтып жатыр. Балауса ханым, айтып тұрмын ғой, четверг күні эфирден шыққаннан кейін кездестім. Жұма күні де тоже кездескім келіп еді, бұл шыға алмаймын деді. Түсіндіңдер ме? Енді түнде болды ғой хабарласқанымыз. Енді мен сол уақытта қосылдым, мен даже қатысушыларға сол уақытта қосылдым мен. Соны айтып тұр ғой, бәлкім сіз жұма күні күндізгі уақытта сіз хабарлассаңыз, айтсаңыз, бәлкім кездесер ме едіңіз дейді. Нұрсұлтан ханым баяғы жартас сол жартас болып отыр. Негізі жаңа уақытым болмады деп жатыр ғой. Енді туған күнге барып бәрін артын түсіріп сөйтіп дәлел жинап жүргенше лучше сол уақытты үміткерге бөлген. Сен уверенсің ба, Нони? Негізі мен естуім бойынша просто Балауса ханым оған дейінгі де әңгімелерді білеміз ғой. Андыған 2 сағат